Берлинге алғаш ту тіккен қазақ кім болған білесің бе? Видеоны соңына дейін көріңіз, лүпіл басып, пікір қалдырыңыз. 1941 жыл, маусымның тыныш таңы. Бірақ дәл осы күн миллиондаған адамның тағдырын өзгертті. Соғыс басталды. Қазақ даласынан мыңдаған ер азамат майданға аттанды. Олар туған жерін, анасын, баласын, болашағын қорғауға кетті. Теміржол вокзалы үнсіз көз жасқа толды. Аналар ұлдарын құшақтады, балалар әкелерін соңғы рет шығарып салды. Ешкім олардың қайта оралатынын білмеді. Бауыржан Момышұлы батырлық пен тәртіптің символына айналды. Мәскеу түбіндегі шайқастарда ол сарбаздарға рух берді. Қорқынышқа қарсы тұрған ержүрек командир болды. Оның ерлігі ұлт рухының күші еді. Қар жамылған майдан даласында 28 панфиловшы жау танкілеріне қарсы тұрды. Олар шегінбеді, өйткені артында отан тұрды. Әлия Молдағұлова нәзік жанды болса да, жүрегі оттай қайсар еді. Ол майданда оңдаған жаудың көзін жойды, бірақ оның ең үлкен күші қорықпаған жүрегі болатын. Мәншүк Мәметова соңына дейін шайқасты. Жалғыз өзі пулеметпен жауға қарсы тұрды. Оның ерлігі мәңгілік тарихқа айналды. 1945 жыл, Берлин. Рахымжан Қошқарбаев оқ пен оттың арасынан Рейхстагқа жетті. Сол сәт жеңістің символына айналды. Төлеген Тоқтаров жау шебіне жалғыз өзі кіріп, ерлікпен қаза тапты. Ол өз өмірін емес, отанын таңдады. Соғыс жылдарында Хиуаз Доспанова түнгі әуе шабуылдарына қатысып қауіпті тапсырмаларды орындады. Әр ұшуы ажалмен бетпе-бет келу еді. Хиуаз қазақ қыздарының ерлігі мен батылдығын әлемге дәлелдеген қаһарман. Талғат Бегелдинов жүздеген әскери тапсырма орындап, жауға әуеден соққы берді. Әр ұшуы өмір мен өлімнің арасы еді, бірақ ол ешқашан шегінбеді. Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 1 миллионнан астам адам аттанды. Олардың көбі қайта оралмады. Бірақ олардың ерлігі халық жадында мәңгі қалды. 1945 жыл көптен күткен жеңіс күні келді. Көз жасы, қуаныш, сағыныш бұл ең қымбат жеңіс еді. Бүгін біз бейбіт аспан астында өмір сүріп жүрсек, бұл сол батырлардың арқасы. Олардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Ерлік ұрпаққа аманат. Батырлар рухы мәңгі біздің жүрегімізде. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды. Видео ұнаса, лүпіл басып пікір қалдырыңыз. Ешкімде ұмытылмақ емес.